Сәлем достар, бүгін жұмыртқамен және көкөністермен күріш даярлайтын боламыз. Алдымен күрішті жуып тазалап, оған 1 см асып тұратындай суды құямыз. Оған өсімдік майын және тұзды қосып, жақсылап араластырып газға қоямыз. Су қайнағаннан соң өте баяу отта 20 минут көлемінде пісіреміз. Табаға май құйып, оған майдалап туралған етті саламыз. Оның бетін жауып, шамамен 15 минут көлемінде қуырамыз. Майдалап туралған пиязды салып, барлығын жақсылап араластырып, пияз қызарғанға дейін қуырамыз. Келесі кезекте майдалап 4 пішті етіп туралған сәбізді салып, шамамен 10 минут көлемінде қуырамыз. Майдалап 4 пішті етіп туралған қызанақты және бұрышты салып, барлығын жақсылап араластырып, 5 минут көлемінде қуырамыз. Майдалап туралған сарымсақты қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Тұз қосамыз, бұрыш қосамыз және соя тұздығын қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. 2 дана жұмыртқаға аздап сүт қосып, оны жақсылап араластырамыз. Жұмыртқаны табаға құйып, оның бетін жауып, 5 минут көлемінде пісіреміз. Піскен жұмыртқаның барлығын араластырамыз. Бетіне ас-көкті аздап май құйып, содан соң піскен күрішті салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен дәмді асымыз дайын, міндетті түрде жасаңыздар.